Экранға жақын отырыңыз, дәл осы корзинаның жасалу жолын үйрететін боламын. Видеоны соңына шейін көріңіздер, осындай корзинаны жасап үйреніп алыңыз. Корзинаны жасау үшін бізге USB, MDF немесе фанера ағашы керек болады. Осындай дөңгелек пішінде аламыз. Содан кейін бет жағына осындай айна тәрізді материалды алып, двухкомпонентный клей арқылы бір-біріне жапсырып тастаймыз. Мінекей жапсырып тастадық. Енді бізге гибкий прозрачный пластик керек болады. Соны ағашқа айналдыра отыра жаңағы қолданған двухкомпонентный клей арқылы мұқият жапсырып шығамыз. Осындай пластиковый лентаны қолданатын боламыз. Корзинаның астыңғы бөлігіне ұзыннан айналдыра отыра жапсырып шығамыз. Біздер корзинаны серебро түсті жасап жатырғандықтан серебро ножка қондыратын боламыз. Енді корзинамыздың крышкасын жасайтын боламыз. Осындай гибкий материалды қолданып, дәл менің қолымдағыдай етіп пішіндер қиып аласыздар. Содан кейін осылай етіп двухкомпонентный клей арқылы крышкасын дайындаймыз. Жаңағы дайындаған крышканың бетіне осындай сақина тәрізді дөңгелек жылтыр айна тәрізді материалды қиып аламыз да бетіне клей арқылы мұқият жапсырып тастаймыз. Содан кейін бетіне осындай прозрачный пластикті ойып, оны да крышкаға бекітіп тастаймыз. Содан кейін айналдырасына бағанағы қолданған жылтыр пластиковый лентаны қолданып жапсырып шығамыз. Содан кейін осындай оформлениесіне страза, полужүмшектарды қолданып оформление жасап шығасыз. Мінекей біздің корзинамыз дайын, жұмыс жасап болдық. Енді бетінде пленкасын барлығын аламыз. Қазіргі кезде хит болып жатырған тағы да басқа корзиналардың жасалу жолын үйренгіңіз келсе, мен сіздерге арнайы мастер-класс дайындап қойдым. Қол жетімді бағада барлығын онлайн үйреніп шығатын боласыз. Мастер-классқа қатысу үшін осы жердегі WhatsApp-қа хабарласыңыз.